үлкен теңіздің тартылуынан осы біз қазір теңіздің астында тұрмыз. Сол себептен де бұл ерекше жер. Менің класстас қызым әке шешесімен осы Шарын шатқалына өздерінің жазғы демалысының жазғы каникулына барған екен. Сол жерге суреттерге түсіп, фотоларға түсіп алып кетті. Сол фотоларды көрген, сол кезде бізде осындай жер бар екенін, сол кезден бастап, сол 5-ші класстан бастап мен білдім. Шарын осындай керемет жері бар, Шарын шатқал деген. Мен де көргім келген, сол кезде арман болды. Сол жерде барып өскенде болсын, сол жерде барып көремін деген ойым болды. Бірақ жұмыс атқарамын, сол жерде жүремін деген ешқандай менде ондай ой болған жоқ. Менің атым Құтлықжан Юнус Пахридинұлы. Мен осы Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркында экологиялық ағарту және туризм бөлімінің басшысы болып жұмыс атқарамын. Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркының әрине ең көрікті жерінің бірі осы Шарын шатқалы. Шарын шатқалының өзгеше кереметтілігі бұның дүние жүзінде екі-ақ жерде орналасуы. Американың Аризона штатында және де осы біздің Азияда, осы Қазақстан еліміздің осы Алматы облысында осы жерінде ғана орналасуы. Екі материкте, екіге бөліп тұрған құрлық материкте бірдей каньонның орналасуы әлі күнге дейін ғалымдарға ол бір сыр болып келеді. Осы жерде бұрын үлкен теңіз болған деп айтсақ болады. Үлкен теңіздің тартылуынан осы біз қазір теңіздің астында тұрмыз. Ал мына сайлар сол теңіздің астындағы сайлар болып есептелінеді. Білесіздер, әрбір теңіздің астында өзінің сайлары болады. Сол сайлардың бірі осы Шарын шатқалы болып есептелінеді. Менің жұмыс күнім негізі күнде таңертең 8:30-нан басталады. 8:30-да осы өзімнің балалық жұмыс орным десем болады. Осы Шарын шатқалына таңертең өзімнің қызмет көлігіне отырып, осы жаққа шығам. Негізі жолдың алыстығы 43 шақырымды құрайды. Келетін жерім 43 шақырым өзімнің қызмет көлігімен келем. Содан кейін бақылау өткізу пунктіне келіп, сол жердегі жігіттердің жұмыс істейтін қызметкерлердің жұмысымен танысам да, олар қандай жұмыс атқарып жатыр, туристердің келу қарқыны қандай. Содан кейін ары қарата маршрут ішін аралаймын. Мен әрбір келген сайын осында бір жарты сағат, бір сағат уақытымды осы Шарын шатқалының әдемілігіне қараумен ғана өткіземін. Себебі бұл жерге келіп, күнде келіп жатсам да, бірақ маған бұл жер ешқандай бір не сияқты көрінбейді. Бір таңсық жер сияқты емес те, бірақ бәрібір табиғатқа деген көзқарас күнде сондай сүйіспеншілікпен қараймын да, себебі бұл жердің табиғаты өзгеше. Сол себептен де бұл ерекше жер. Негізі тек қана бұл еліміздің емес, дүниежүзілік көзқараспен қарағанда ерекше керемет табиғи орын деп атауға болады.